Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Талғат, Мақсат және Зия. Бүгінгі бізде влогтың жалғасы, яғни біз Вашингтонға баратын боламыз. Енді Вашингтонда бізде баратын локациялар Белый дом, Национальный музей воздухоплавания и аэронавтики. И потом Вашингтон, так. Короче, біз осының барлығын видеода көрсететін боламыз, және де каналға тіркеліп, видеоға лайк бас, комментарийларды айырып жазып жіберіңіздер. Естіше? Ал достар, бүгін біз машинадамыз, бізде состав азайып қалды, себебі көбінде жұмыс, көбінде демалыс емес, сондықтан біз Мақсатпен Зиямен бірге шығып кеттік, көзді жұмып барайық деп. Бүгін біз, Point Pleasant Beach деген местадамыз, то есть қаламыз, өзіміздің қаламыз, ол жақта жаңбыр көрсетіп жіберсем болады, жаңбырланды. Бірақ погоданың айтуы бойынша Вашингтонда жылы болады деп 30 градусқа дейін көрсетіп тұр, сондықтан біз сеніп қандай жылы киініп шығып тұр. И бізге Зия бізге самса, перекусқа и виноградтар алып шықты. Блин, спонсор вот. Следующий спонсор. Респект. И қазір бізде жолдағы платный дороги, и потом тағы да бір күшті фон или ракурстар бірден болып отырса, барлығы музыкамен и осы видеоға монтаждап кірістіріп жіберемін. Болды. И Вашингтонда кездескенше. Неге всегда артқа отыра береді десемдер, артта бастықтар отырады дейді жалпы.
Бізде машина паркингке қойдық, қазір осы жерден чек береді и оплата жасаймыз. Мына жерде белгісі бар. Надо что-то кушать. Осындай вот осындай тикеттерді. Надо. Это в конце оплаты. Қазір біз Америка Құрама Штаттарының астанасы Вашингтонның ең әйгілі музейлердің біріне кіретін боламыз. Көп сөзбей, уақытта көп сөзбей, сразу келді. Иә достар, бүгін біз Вашингтон қаласындағы ұлттық әуе және ғарыш музейіне келіп қалдық. Қазір біз бүткіл ішіндегі барлық нәрсемен және тарихтарға бір көзқарас және шолу жасайтын боламыз. Бізден арнадан алыстамаңдар. Мына көріп тұрған көріністе ең алғашқы 1903 жылғы ең алғаш ұшқан әуе ғарышы. Яғни бұл жерде Wright Brothers ұшқыштары бірге ұшқан. Осы жерде барлық тарихи жазуларын көруге болады. Өте керемет көрініс. Даже шынайы көрсетіп қойған. Мына жерде барлығы ағылшынша жазылған. Историялар қалай болғаны, қалай сипатталғаны барлығы көрсетілген. Жалпы Вашингтон қаласының осы музейінде сіздер оригинальный ұшақтың қалдықтарын көруге болады. Мына жердегі 1902 жылғы бір самолеттің бөлігі. Бірақ нақты қандай екенін білмедім, бірақ осындай суреттер барлығы көрсетілген. Өте әдемі көрініс. Біз қазір бір қызық самолетта болып, ішіне кіруге болады екен. Қазір ішіне рум-тур сияқты бір тур түсіреміз. Вот осында Американы жазып тұр, потом это крик. Сейчас. Вот осында пилоттар отыратын жағы. Мына жерде барлық. Барлық көрсетілген. Вот информация, қанша адам сыйымдылығы, қанша орындықтардың барлығы көрсетілген. Осымен турымыз аяқталды. Тез өтіп қалды ғой. Бұл тек бір бөлшегі. Мына жерде бір апатты жағдай болған кезде киетін арнайы маска бар. Маска. Осы жерде тоже инструкциялары көрінген, барлығы кәдімгі біздің қазіргі замандағыдай бүткіл техника безопасности қамтылған. Бұл бізде Rolls-Royce бренді, бірақ нақты не екенін білмедім, шынымды айтсам. Неге ұқсайды өз ойынша оператор? Двигатель. Я мен де соған ұқсаттым, бірақ атауы Rolls-Royce RB 211. Блин, осыны атауымды қалып тұр, оны кәдімгі самолетте двигательдеріне қалай айтады, турбина ма, сондай көп шығарып боласың. Мына жерде барлық стюардесса мен пилоттардың киімдері көрсетілген, киім үлгілері барлығы осы жерде қамтылған. Көре аласыздар. Ұшақтарда осындай макеттерді көре аласыздар. Біз осындай ұшақтың симуляциясын тауып алдық. Пилоттардың көрінісімен қандай болып көрінетін от первого лица. Take off.
Бұл ұшақтың атауы Airbus A320. Өзінде бір пилот болып сезін деген моменттардың бірі. Мына жерде бізде ең әлемдегі тез ұшатын ұшақтардың бірі. Бұның атауы SR-71 Blackbird. Бұл жерде макеті және бұл космонавтың киімі көрсетілген. Барлығы бұл жерде информация ағылшынша көрсетілген болады. Қазір видеода қолдарасында саламыз. Тағы да бір айтатын қызықты факттердің бірі, бұл ұшақтың ерекшелігі 26 километрге дейін ұшқан, ал обычный ұшақтар көбіне 10 километрден аспайды. Достар, бүгін біз күн жүйесіне саяхат деген бір мониторда көріп тұрғандай әдемі көріністердің барлығын тамашалай аласыздар. Бұл жерде өте керемет кәдімгі барлығы четко ұйымдастырылған, жоғарыда барлық Плуто, барлық планеталардың барлығы көрсетілген. Сатурн, Юпитер, Марс. Мен қазір байқап тұрмын, бұл жерде бізде көрсетілген күн мен барлық планеталардың ара қашықтығы көрсетілген. Бізде міне барлық Air іздеп бізде жеріміз осы жерде тұр, күнге өте жақын, бірақ нақты қанша километр екенін қазір есіме түспей тұр. Бұл жерде жартасты планеталардың бетін ұстауға және көруге болады. Мына осы жерде көрсетілген 4 бөлшегі тұр беті. Және де ары қарай біз шолу жасай берейік. Бұл жерде бүткіл космос туралы бүткіл ақпараттар қамтылған, барлығы өте керемет детально айтылған барлығы. Кеттік. Like a physicist, and they're just so smart. I'm like sitting there for the vibe, like that's really pretty. Meet the LRV, Lunar Roving Vehicle. The rover traveled greater distances than ever before, with a payload of over 1,000 pounds. In fact, the museum will be closing in 15 ғарышкер баламызды өте керемет жасалған барлығы. Жоғары деңгейде. Қазір 1 минусы 15 минуттан кейін жабылады екен. Біз жартылай көріп үлгердік негізі. Сонда да тағы да көрсететін Қазақстан достары видеоға.
Ал осындай жерге келіп қалдық. Білмейміз ішінде кабинканың іші бұл дейді. Бұл жерде формасы көрсетілген. Тайми. Осындай іші үлкен музей. Зия үстін бәрі шылқыптап бәрі. Қазір үшін биологияны қарадық, қалай фотоға түсейік. Нормально. Зато в Америке. Да. Все, удачи нам. Мусор! Большой мусор! Мусорщик. Я просто перепутал слова. Я не про это. Я типа тебе смотрел. Мгм. Не понял прикол? Не. Осындай. Вашингтон. Братан, Вашингтон. Вашингтон. Не, сам Капитолий. Әдемі да, әдемі. Барлығы өте керемет. Жоғары деңгейде деп айта берсін да. Қай ата бабамды көрдің осы көшеде. Ехала жеги. Вау, анау қандай ата? Это что это? Макс, говори. Макс, делай. Макс, гид, ты наш гид это. Еще похоже. Он наш гид. Музей Холокоста, что ли? Нет, это не то. Не, мы говорим, это длинно. Не знаю. I told you she was older than that. Халес Джонадан. Короче. Қазір паркке отырамыз да. Чуть-чуть, у нас нету времени. Лек. Бір соған барамыз ба? Да, не, потом. Идем? Все равно наша дорога же. А, натуре. Мало.